Египет соты елдің бұрынғы президенті Мухаммед Мурси мен Аль-Жазира телеарнасының тілшілері бастаған 11 адамға қатысты үкім кесті. Бұл туралы Араб телеарнасы хабарлады. Катар елінің тыңшысы деп танылған Мурси 25 жылға сотталды. Бұл жаза Мысырда өмір бойы бас бостандығынан айырумен бірдей көрінеді. Судьялар экс-президенттің Катарға аса құпия құжаттарды бергенін анықтады. Ал Доха өз кезегінде Мурси басшылық еткен әсіредіншілдердің мұсылман бауырлар қозғалысына қолдау көрсетіп, Каирдің маңызды одақтасы саналыпты деп хабарлайды Аль-Жазира. Телеарна өз тілшілерін өлім жазасына кескен Египет сотының үкімін айыптап келіспеушілігін білдіреді. Айта кетелік, Аль-Жазираның Ибрагим Хилаль мен Әле Сабалян есімді екі тілшісі сырттай сотталған болатын. Телеарна басшылығы бұл жазаны сөз бостандығына салынған бұғау деп бағалап отыр. Мурси мен өзге сотталушылар соттың бұл шешімімен келіспейтінін бұған дейінде бірнеше мәрте мәлімдеді. Ол мұндай қисынсыз айыптауларды жаңа биліктің ойлап шығарғанын айтып отыр. BBC телеарнасы хабарлауынша, Канада парламенті эвтаназияға рұқсат беретін заңды қабылдапты. Құжаттағы талаптарға сай, енді дәрігерлер айықпас дертке шалдығып, ауруы әбден асқынып кеткен науқастарды ауыр азаптан құтқаруға көмектесе алады. Дегенмен эвтаназияны дегенеративті кеселге душар болған сырқаттар үшін де қолдануды ұсынған депутаттар тобының өтініші қабылданбай, заңның қорытынды нұсқасына енгізілмей қалды. Заң шығарушылардың бұл әрекетіне елдің жоғары сотының шешімі негіз болыпты. 2015 жылы жоғары сот өзін-өзі өлтірмек болғандарға көмек көрсетуге салынған тыйымның күшін жойды. Енді бұл заң генерал-губернатордың бекітуі секілді бірқатар ресми процедуралардан өтеді деп нақтылайды BBC. Айта кетелік, эвтаназияға Канададан бөлек Швейцария, Люксембург, Жапония, Оңтүстік Африка Республикасы, сондай-ақ америкалық Орегон, Вермонт және Вашингтон штаттарында рұқсат берілген. Сонымен қатар Бельгия 2014 жылдың наурыз айында пациенттердің жас ерекшелігіне қарамастан олардың өлім алдындағы ауыр азабын жеңілдетуді заңмен бекітті. Қызын беріп, қарызынан құтылды. Америкалық Пенсильвания штатының билігі амиштер діни сектасындағы ерлі зайыптыларды осындай әрекетке барған үшін айыптап отыр. Қаржыдан қысылған кезінде қол ұшын созған таныстарына олар өздерінің 14 жастағы қызын сыйға тартқан көрінеді. Бұл туралы жұма күні WGAL телеарнасы хабарлады. Тергеушілердің болжамынша, осыдан 4 жыл бұрын Ланкастер округының тұрғындары Даниэль мен Савила Штольцфус қиын жағдайда қалған фермасын қарыздан құтқару үшін қызын Ли Каплан есімді танысына берген көрінеді. Мұның заңды екендігін интернеттен оққанын айтқан олар енді полицейлердің алдында ақталып әуреге түсуде. Тінту кезінде әлеуметтік қорғау мекемесінің қызметкерлері 51 жастағы Капланның үйінен жасы 6 айдан 18 жас аралығындағы тағы 11 қызды тауып алыпты. Қазір Каплан қамауға алынған. Бірақ кепіл ретінде $1 миллион берген жағдайда бостандыққа шығарылуы әбден мүмкін деп баяндайды автор. Протестант дініндегі менониттерден таралатын амиштер сектасындағылар консерванттық бағытты ұстанады. Кішкентай ұлын қорғаған америкалық келіншек пумамен айқасқа түскен. Бұл тосын оқиға Колорадо штатындағы Питкин округінде орын алыпты деп хабарлайды CNN телеарнасы. Есімі құпия сақталған келіншек жергілікті полицияға берген түсініктемесінде өзінің оқиға болған кезде үйде отырғанын, кейін сыртта ағасымен ойнап жүрген баласының шыңғырған даусын естігенін айтады. Осыдан кейін жан ұшырып көшеге жүгіріп шыққан ол қорғансыз балаға шабуыл жасаған хайуанның тырнағынан ұлын аман алып қалыпты. Кейін әкесі баланы ауруханаға жеткізеді. Дәрігерлер беті мен мойнына жыртқыштың тырнағы тиген балаға көмек көрсетіпті. Қазір бүлдіршіннің жағдайы жақсарып келеді. Жыртқышпен алысқан әйел де аздап жарақат алыпты. Жарақаты қауіпті болмағасын кейін үйіне жіберілген. Питкин елді мекеніндегі шерифтің көмекшілері балаға шабуыл жасаған аңды тауып алып атып тастапты деп баяндайды автор. Осыған ұқсас жағдай соңғы рет дәл осы Колорадода тіркелген. Былтырғы жылдың шілде айында жыртқыш балықшыны бас салыпты. Соңғы кездері бұқаралық ақпарат құралдарында жабайы жануарлардың құрбаны болған балалар туралы көптеп айтылуда. Бұл ретте телеарна Флоридадағы Уолт Дисней паркіндегі келеңсіз жағдайға тоқталады. Осы бақтағы алып аллигатор 2 жасар бөбекті сүйреп алып әкеткен болатын.